Ал өз жұмысын істей алмағандарға аяушылық жоқ. Бүгін сөгіс алғандар ертең қызметтерінен айырылуы мүмкін. Ғабит Ұзақбайдың репортажы. Үкіметтің бүгінгі жиыны бұрынғыдан өзгеше. Елбасының сынынан кейін атқарылып жатқан шаруаларға талдау жасалып, кеткен кемшіліктердің реті түзілді. Ең бірінші, мемлекеттің қаржысы тиынына дейін өз мақсатына жұмсалу керек. Ал бюджет қаржысын игере алмағандарға ендігіде қолданар жаза қатаң. Бүгінгі үкімет жиынында бірқатар лауазымды тұлғалар премьер-министрдің өзінен сөгіс алды. Я объявляю выговоры по неосвоению бюджетных средств вице-министру. Бюджет қаржысын игере алмаған үшін денсаулық сақтау вице-министрі Болат Такежановқа, ауыл шаруашылық вице-министрі Марат Толыбаевқа, қаржы вице-министрі Ардақ Теңгебаевқа сөгіс жариялаймыз. Бұдан басқа индустрияландыру, тұрғын үй және ақпараттандыру салалары бойынша да бірқатар вице-министрлерге сөгіс жарияланды. Нешінші рет сөгіс алып тұрсыз? Осы жұмыста бірінші рет. Ал білім саласы бойынша министрдің 2 орынбасары қызметтерінен кететін болды. По заместителям, подано заявление. Вице-министрлер өз еріктерімен кету туралы арыздарын жазды. Сол бойынша оларды жұмыстан босатамыз. Сонымен қоса жауапты хатшының да мәселесі қаралады. Мемлекеттік бағдарламалардың уақытылы жүзеге асуына тұсау болып тұрған жемқорлықтың да жолы кесіледі. Ел қазынасының қаржысы әсіресе мемлекеттік сатып алу жұмыстары кезінде талапайға түседі. Қазір осыған қатысты заң парламентте қайта қаралып жатыр. Жалғыз бір ұйымдастырушы болады мемлекеттік елбасының тапсырмасы бойынша. Ол өңірлерде де өзінің құрылымдарын ашатын болады, және де мына әкімдер және де министрлер осы тендерлік комиссияларды өздері басқаратын болады. Қазір елде көлеңкелі бизнеске де тосқауыл болмай тұр. Салықтан жалтарғандар миллиардтаған қаржыны өз пайдаларына жаратуда. Жалпы ішкі өнімнің 15-20%-ына татитын қыруар қаржы осы көлеңкелі экономиканың құлқынында кетіп жатыр. Бір ғана ашық базарлардың өзінен түсетін миллиондар мемлекетті емес, жекелеген адамдарды байытуда. Посмотрите, значительный объем торговли у нас идет на открытых рынках. Ең көп сауда айналымы ашық базарларда жүріп жатыр. Жүйесіз сауда базарлары көлеңкелі экономиканың көрігін қыздыруда. Ол жерден кімдер байып жатыр? Ресми төлем жоқ, чек берілмейді. Сонда базарларда қашан тәртіп орнайды? Индустрияландыру бағдарламасы бойынша да жағдай мәз емес. Еркін экономикалық аймақ, индустрияландыру картасы, инновациялық бағдарламалар тағы басқа көптеген жобалардың ішінде тұралап тұрғандары бар. Сол себепті олардың кейбірі жабылуы мүмкін. Пожалуйста, посмотрите средства массовой информации Апта-Кизет. Одни корпуса пустые стоят. Бұқаралық ақпарат құралдарын қараңыз, Апта-Кизет бағдарламасын. Әншейін бос қаңқалар тұр, әзірге тек құр уәде ғана әсет төлентайлы. Қашан нәтиже болады? Болмаса кейбір еркін экономикалық аймақтарды тоқтатайық. Шамамыз жететіндерді ғана соңына дейін жеткізейік. Давайте мы в тех СЭС, где более или менее... 11 қазанда өткен кеңейтілген отырыста жүйесіз және нәтижесіз тірліктердің тізімін президенттің өзі көрсетіп бергеннен кейін бүгін үкімет нақты іс-шаралар жоспарын бекітті. Бұл құжат жалпы саны 70 іс-шарадан тұрады. Оның 46-сы биыл жыл соңына дейін, қалған 22-сі келер жылы іске асырылады деп жоспарлануда. Ғабит Ұзақбай, Мақсат Тастенбеков, Қазақстан ұлттық арнасы.